Жалпыға сәлем. Сіздермен бірге мен Бекзат дәрігер. Бүгін мен сіздерге жөтелді қалай дұрыс емдеу керек екенін, және де жөтелді тез кетіретін тәсілдерді айтатын боламын. Сонымен қоса жөтелдің пайда болу себептерін де, қай кезде дәрігерге көріну керек екенін де айтатын боламын. Ендеше бастайық. Жалпы жөтел деген не? Жөтел ол тыныс жолдарының тітіркену кезінде біздің ағзамызда болатын қалыпты реакция. Жөтел вирустық инфекциялармен, аллергиялармен, қоршаған ортада болатын түрлі тітіркендіргіштермен немесе бронхиальды астма, созылмалы бронхит секілді аурулармен шақырылуы мүмкін. Бірақ та есте сақтау керек, кез келген жөтел емдеуді қажет етпейді. Кейде сол жөтел біздің тыныс жолдарымыздан әртүрлі шырыштан немесе бөгде заттардан, микробтардан тазалауға көмектеседі. Жалпы жөтел біздің ағзамызда күрделі қорғаныштық рефлекс болып табылады. Жөтел бірінен соң бірі іске асатын бірнеше кезеңнен тұрады. Жалпы сол туралы айтып кетсем, ол жалпы жөтел біздің ағзамызда қалай пайда болатын туралы. Біздің ағзамыздағы рецепторлар кез келген тітіркендірулерге сезімтал болып келеді, және олар тыныс алу жүйесінің барлық жерінде орналасады. Мұрында, тамақта, трахеяда, бронхтарда, көгетте, плевра қуысында орналасқан. Тітіркендіргіштерге шаңды, түтінді, түрлі химиялық заттарды, микробтарды, бактерия, вирустарды, бронхтарда бөлінетін түрлі шырышты, тіндердегі қабынулы аллергендер немесе бөгде заттар болуы мүмкін. Рецепторлар тітіркене салысымен жүйке талшықтар арқылы миға дәлірек айтқанда сопақша мида орналасқан жөтел орталығына сигнал барады. Сопақша мидағы жөтел орталығы өз кезегінде тітіркенген рецепторлардан ақпараттарды алып, өңдеп, жөтелдің пайда болуына қатысатын әртүрлі бұлшықеттерге сигнал береді, яғни бұйрық. Көмекей бұлшықеттері, мысалы, дауыс байламдары, олар жөтелу үшін тыныс жолдарында қысымды арттыру үшін олар уақытша жабылады. Қабырғааралық бұлшықеттер және диафрагма бұлшықеттері өкпеден ауаны жылдам шығару үшін тез жиырылады деген. Бронхтардың бұлшықеттері ауаның тыныс жолдарынан тез шығуын жылдамдату үшін бірден тарылады. Жөтел басталар алдын өкпе терең тыныс алады. Бұл тыныс алу өкпедегі ауа көлемін арттырып, кейіннен бірден ауаны жөтел кезінде сыртқа шығару үшін жиналады екен. Өкпе көп мөлшерде ауаны өзіне тартып болғаннан соң, дауыс байламдары жабылып, кеуде бұлшықеттері, қабырғааралық бұлшықеттер және көгет бірден жиырылады. Ол өз кезегінде кеуде қуысының ішінде үлкен қысымның пайда болуына алып келеді де, ағзаны қатты жоғары жылдамдықта тыныс шығаруға дайындайды екен. Кеуде қуысында қысым ең жоғары деңгейге жеткенде дауыс байламдары бірден ашылып, тыныс жолдарының ауаның жылдам қатты шығуына алып келеді. Ол кезде кеуде қуысынан шығатын ауа ағынының жылдамдығы секундына 100 метрге шейін жетуі мүмкін. Ол ауа ағыны өзімен бірге шырышты, тыныс алу жолдарына түскен бөгде заттарды шығарып тастайды. Осы сәтте ауа өкпеден шыққан әртүрлі бөлінділерінен ауыздан шығып, жөтелге тән дауысты естиміз. Жөтелден кейін бұлшықеттер босаңсып, тыныс алу өзінің қалыпты ырғағына оралып отырады. Егер тітіркендіргіш тыныс алу жолдарынан шыққан болса, жөтел тоқтайды. Шықпаған жағдайда жөтел қайталана береді. Жөтелдің негізі екі түрі бар. Біріншісі түрі ол құрғақ жөтел. Көп жағдайда тұмау сияқты вирустық инфекциялар кезінде пайда болады. Ол кезде шырыш пен қақырық бөлінбейді. Жөтелдің екінші түрі ол ылғалды жөтел. Тыныс жолдарында шырыштың жиналып қалу кезінде пайда болады. Мысалы, бронхит кезінде. Қақырық инфекциядан немесе тыныс жолдарының тітіркендіргіштерінен құтылуға көмектеседі. Дұрыс ем тағайындау үшін сізде жөтелдің қандай түрі екенін анықтау керек. Құрғақ жөтелді қалай емдейміз? Құрғақ жөтелді емдеуде келесі тәсілдер сізге көмектеседі. Ең бірінші кезекте ауаны ылғалдандыру. Құрғақ ауа тыныс алу жолдарының шырышты қабатын тітіркендіреді, әсіресе жылу беру маусымында. Сол себепті ауаны ылғалдандыратын құрылғыларды қолданғаныңыз абзал. Келесі, жылы су ішу. Мысалы, бал немесе зімбір, яғни имбир қосылған шай ішу. Дәрілік заттарда көмектесуі мүмкін. Мысалы, жөтелді басатын бутамират деген белсенді заты бар. Жөтелге қарсы дәрілер жөтелдің жиілігін азайтып, жиі жөтелуден құтқарады. Ол туралы мен өткен видеоларында айтып кеткен болатын. Жоғарыда мұнда көрсеңіздер болады. Дәрілік заттарды шектенсіз қолдануға болмайды, соны есте сақтаңыздар ең бастысы.
Келесі тамаққа арналған шашындылар, яғни спрейлер мен дәрілік мұз кәмпиттерді тамақтың қабынуын басуға көмектеседі. Ылғалды жөтелдің емі. Ылғалды жөтелдің емінде ең бірінші қақырықтың шығуын жеңілдету керек. Муколитиктер дәрілердің тобы, мысалы амброксол немесе ацетилцистеин, олар өкпеде қақырықты жібітіп, оның шығуын жеңілдетеді. Келесі, тұзды ерітінділер мен ингаляцияда тыныс жолдарында тазалауда жақсы көмек береді. Сұйықтықты көп ішу. Су қақырықты жібітіп, оның өкпеден тез шығуына сіздің ағзаңызға көмектесетін болады. Жалпы енді осы жөтел кезінде қай кезде дәрігерге жүгіну керек? Жөтелу бұл әдетте қалыпты құбылыс, бірақ кейбір кездерде дәрігерге тез арада жүгіну керек. Ол қандай жағдайлар болуы мүмкін? Айтып кетейін. Егер жөтел 3 аптадан астам уақыт болса, егер жөтел кезінде жалпы қан аралас қақырық шығып жатса, егер жөтел жоғары дене температурасымен немесе кеуде қуысында ауырсынумен жүретін болса, ентігу немесе ауа жетпей жатқан сезім болса, бұл симптомдар ауыр дерттермен байланысты болуы мүмкін. Мысалы, пневмония, туберкулез сияқты. Сол себепті тез арада дәрігерге көрінгеніңіз дұрыс. Жалпы жөтел ол ауыр және жеңіл сырқаттардың белгісі болуы мүмкін, және оны дұрыс емдеу өте маңызды. Жоғарыда мен айтқан кеңестерге құлақ асып, жөтел кетпесе немесе асқынып жатса, дәрігерге тезірек барып көрінгеніңіз абзал. Видеоның соңына шейін тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Осы арнада жаңадан жарыққа шығатын пайдалы видеолар жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетіңіз. Сіз үшін қиын емес әрине, ал мен үшін бұл өте маңызды. Келесі видеода сіздерменен жолыққанша сау сәлеметте болыңыздар.